Баршаңызға қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Мен сіздермен бүгін әлемдегі ең оңай жасалынатын және де ең жұмсақ, ең дәмді пиццаның түрімен бөлісетін боламын. Дәл видеодағыдай бұл пицца өте жеңіл кесіледі. Егер де сіздерге дәл осы рецепт қызық болса, менің каналымда қалып, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Егер де сіздерге қиындық соқпаса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып өтіңіздер және де лайк бас, комментарий жазып өтулеріңізді сұраймын. Мұнда маған керекті зат пицца қамыры. Бұл қамыр ешқандай да ашытқы қосылмай жасалынады. Сонысымен ерекше болып табылады. Дәл осы қамырдың рецепті менің осы YouTube арнамда бар. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Сіздердің бар жоғы 5-ақ минут уақыттарыңызды алады. Ең алдымен стөліміздің бетіне ұн сеуіп, қамырды оқтаудың көмегімен өте жұқа болғанша жайып алатын боламыз. Мұны дәл видеодағыдай өте жұқа қылып жайып аламыз қамырды және де оқтауға орап арнайы табанның бетіне төселген пергаментке орналастырамыз. Бұл қамырдың ерекшелігі тағы бір, оқтауға орасаңыз да, қолмен ұстасаңыздар да ешқандай да жабыспайды. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы және жақсы қамыр болып табылады. Сондықтан міндетті түрде менің каналымда дәл осы ашытқысыз қамырдың рецептісі бар. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Сіздердің де ең сүйікті рецепттеріңізге айналатынына мен сенімдімін. Мұнда мен начинкаға осындай варена колбаса және сырдың қатты түрін алдым. Үккіштен алдын ала өткіздім. Келесі қамырдың бетіне осындай кетчупты құйып аламыз. Және де дәл осындай арнайы кисточканың немесе қасықтың көмегімен қамырдың барлық жеріне жеткізіп жағып алатын боламыз. Сіздер кез келген заправка алсаңыздар болады. Яғни пиццаға арналған. Бүгін менде осындай кетчуп алдым. Келесі ұзын шағып турап алған колбасамызды қамырдың бетіне барлық жеріне жетерліктей қылып орналастырып алатын боламыз. Және де айта кететін нәрсе, сіздер кез келген начинка түрін алсаңыздар болады бұл қамырдың бетіне. Мен сіздермен дәл бүгін осындай өте оңай жасалынатын начинканың және де пиццаның түрімен бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде дәл осы рецепттермен жасап көріңіздер. Келесі үккіштен өткізіп алған сырды пиццаның барлық жеріне жетерліктей қылып орналастырамыз. Енді мен кішкене әсемдік үшін осындай майонездің шетін кесіп, бетіне кішкене өрнек салып шықтым. Және де кетчупты де дәл солай шетін кесіп, ағызғанға ыңғайлы болу үшін мұны дәл солай өрнек салып шықтым. Мен бұл пиццаны алдын ала қысып тұрған 200 градустағы пеште 15-20 минут аралығында ғана пісіріп алдым. Сіздердің пиццаларыңыз дәл видеодағыдай кішкене ғана қызарып, наны ғана пісу керек, сонда барлық жері бірдей піскен болып табылады. Мұны дәл видеодағыдай өте жұмсақ және оңай кесіледі. Енді дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына мен 100% сенімдімін. Мұны дәл видеодағыдай өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып өтулеріңізді сұраймын. Және де менің видеомды алғашқы болып көресіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.